Бір уақытта компьютер клубымыздың жағдайы қиындап кетті. Оған орай жауыздық жасап, аяғымыздан шалатын адамдар да көбейе түсті. Әрине мен берілген жоқпын. Бәрін басынан бастадым. Бірақ та олар тоқтаған жоқ. Бұл дұрыс емес істерін жалғастыра түсті. Оған қоса клиенттер ақшасын төлемей қашу деген шаруа болыпты. Әрине, менің жалғыз бір амалым күзетшілерді жұмысқа алу болды. Штрафтар көбейе түсті. Оған орай біздің тағы бір компьютеріміз жанып кетті. Біздің төленбеген штрафтарымызды есімізге түсіріп полицейскийлер келіп бастады. Осындай қиын қарбалыстың кезінде не істерімді білмедім. Бірақ та бір сөз есіме түседі. Еңбек бәрінше еңбек. Сондықтан барлығын өз қолыма алып, таңнан кешке дейін жұмыс жасап, жаңа компьютерлер іздеп, іштегі условияларының мықты болуын қарастырып бастадым. Және де мен оның шешімін таптым. Біздер тоқтамаймыз. Әлі де бұл компьютер клубты ең мықты қыламыз. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Майк Миллер. Бүгінгі видеода бізде интернет кафе симулятор 2 ойынымыздың жалғасы. Сондықтан достар, мен комментарийді көрдім. Сіздерге шын ниеттен үлкен ризашылығымды білдіргім келіп тұр. Себебі сіздердің комментарийдегі қолдауларыңыз маған кәдімгідей мотивация беріп жатыр. Қандай қиыншылықтан өттік достар. Дәл қазіргі жағдайға жету үшін білесіздер ма? Қазір енді не болса да кішкене жағдайым шүкір болды, потому что жасаған заттарымыз көп. Серьезно? Уже ма? Отправить задание. Пока оны жұмысқа жіберейік. Тамақ жей алмайсың да, бірақ үйде. Хорошо. Все, холодильник полный қылып тастадық. Мына жерден шіркін бүйту керек болады екен, оны білмеппіз ғой. Бүгін мен сіздерге қызық зат айтқым келіп тұр. Қызық зат ол біздер бизнесіміздің қасына енді кішкене қазір біздің бизнестің доходы көбейді. О, доходы көбейгеннен кейін біз тағы бір мен қасына маған предложение келді, достар. Мынандай предложение келді. Қателеспесем, мына лавканы сатып алуға, и соны мен ойлап отырмын. Вообще сатып алсақ әдемі болатын сияқты. Уже компьютер клубымыздың іші біраз әдемі болып қалған. Электричествоны көтерейік. Менің ойымша енді достар, біздер соны сатып алатын сияқтымыз. Себебі оны біз сатып алсақ, бізде доход одан сайын көбейеді деген ойдамын. Конечно, мен ол бизнес саласын әлі меңгерген жоқпын, бірақ та мына бизнес, ол бизнесті бірдеме қылып алып шығу керек. Сондықтан көрейік та, не болса да. Біз бүгін кеңейтеміз ішті. Біріншіден айтайын достар, біз заттарды алдық. Мына ескі заттар сатамыз, ішті кеңейтеміз. Мынандай керемет автоматтар қоямыз әлі де. Бірақ біз мына кафені сатып алуымыз керек біріншіден. Так, кабинка кафе дейді. Анау емес, значит, продуктовый емес, мына кафе ма бірдеме. В общем, достар, не болса да біздің екінші бизнесімізді көрейік. Мен біздің бизнесіміз жүріп кетеді деген ойдамын. Көпейік дедім. Не болды? Сатып алдым да, прикиньте. Міне. Вау, достар, ойлаңыздаршы, бізде и компьютерный клуб бар, и қарама-қарсы. Мынандай кафе ашып қойдық. Біздің жаңа, значит, бизнес, достар. Кафе. Бұл қалай сіздерге? Алдына мен охранник қойып қойдым, телеохранитель және де адам жинап тұру үшін панданы. Чтобы ол адам келіп тұру үшін. Бізде пока что ештеңе жоқ. Дизайн. Управляющий делами. Так, пока что управляющий делами бізге керек па? Кафешканың іші пока осындай ремонтын үлкейту керек әлде. Мына кіші компьютерден дедім, может компьютер көпті өсек ауыстырып жүреміз. Шучу, достар. Бізде $2000 қалды. Соны біз кішкене оймен, миымен дұрыстап жүрсек. Мен енді бұл жерге новый комната қосуым керек, бұны үлкейтуім керек кішкене. Пока жұмыс жүргізбей тұра тұрайық. Купить. Үлкейді. Енді 1400-ге кухня салсам, солмен жұмысты бастай беруге болады. Бізде қазір 431 қана теңге қалды. Енді туалет саламыз, сонымен өше әдемі болып кетеді ғой. Мен кафемді аштым. Қазір менде бағалар өтте қымбат болып тұрған шығар, әзірше біздің бизнес. Мына жерге бізге еще асханаға тамақ пісіретін адам керек. Так, мәссаған, біз вообще іште әдемі қылып тастаппыз, менің ойымша. Ішіне, біздің автоматтар жақсы ақша алып келеді айтпақшы.
огнетушитель мына жаққа қойсақ болады. Енді бізге қазір ішке керегі туалет керек, содан кейін кондиционерлерді алып бастаймын ғой міндетті түрде. Пока что осылай тұра берсін. Енді біз әзірше компьютер алмайтын сияқтымыз, қателеспесем. Аха. Так, 2 сағатқа адам келді. Ол да жақсы. Қараңғы болып бастап жатыр. Бізде өзіміздің уже үйренісіп қалған клиенттер бар, соларға міндетті түрде біздер всегда ашылып тұруымыз керек та, оған да адам алып қою керек бізге уже. Қазір бізде енді штатта 2 адам бар, ол панда и мына телохранитель ғой, оның бір жақсы вообще ештеңе, типа смело жүре бересің. Так, мынаны алып қойдым. Так, бізде пока что свет бар. Иманадан су өтіп тұр ғой, бұлардың бәрін жөндеу керек қой бізге. Иманау. Неге осы компьютер ойнайды да, қашады? Дым не істемей, төлемей, қашам деп ойлайды да. Хотя менде охранник бар, который смело любой адамның жағын қылады. Так, әзірше сағат 4 екен ғой, мен уже кеш болып кеткен шығар десем. Всего лишь 4 болып сағат. Так, компьютер такие мощные, я советую дейді. Сау, енді біздің уже бізге адамдар уже жақсы күшті сөздер қалдырып кетіп отыр. Мен қуаныштымын уже. Біздің компьютерный клуб дамып жатқанына, достар. Тағы да бір адам қашып кеткісі келді. Конечно, біздің охранник өз жұмысын жақсы жасайды. Так, біз олардың еще айлықтарын төлеп тұруымыз керек. Айына нормальный ақша. В принципе, соларға кетіп тұр ғой. Так, компьютер неше сағатқа деді. Мен уже өзім бұны жинай беруден де шаршадым. Уже шынымен де неше сағат, неше күн бойы бұны жинадым жалғыз өзім. Сондықтан мен ойлаймын, енді әзірше мына адам да келген жоқ, бұл неге өйстіп лас болып тұр. Енді мен ойлаймын, кім дауысы? Жар сөйлейтін болған ба бізде уже? Шынымен уже тайып батыр, ана прикол ұстап тұрған сияқты маған. О, қайсы мен саған қош жіберен радына өрендер. Вот, электричество сөнбейтін де қылуға бола ма, бұл ойында? Болмайды сияқты, кажется, да? Так, компьютер сөніп қалады, клиенттер кетіп қалады, хотя автоматтар әйтеуір интернет сізде не істе жасай береді ол. Так, как раз осыны пайдаланып, компьютер тезіз орналастырып сенші. Всего лишь $9 болды да. Қазір енді всего лишь $5, $4, $2 болды. Ең басына вообще $1 болды. Қазір қараңыздар бағасы қандай екен. $9 дейін көтердік. 5 жұлдызды компьютерлер. Қазір біз ұйықтап қаламыз железе бейтаны. Бізде ұйықтайтын комната жасау керек, ішке айтып. Ту айттым мен. Вот ұйықтап қаламыз қайтадан. И тұрамыз қазір. Ол кезде уже біздің үйден шығамыз. Не дейді мынау? Мә, уже бала туылған бізде, прикиньте. Сәлем. Не? Қой. Мә, мынау уже, мынау. Ерте өстік қой мынау, сағат сайын өседі ғой мынау. Мынау қолдар деген енді базар жоқ енді. Алпамыстың қолы екен таза. Қазір доп бер, әке, ойнайын мен сенімен. Қазір барлық ремонтты четко қылып жіберу керек, ішке барып. Маған уже мына ұйықтап қала беретін, что-то нервыма тиіп бастап жатыр, достар. Мен білмеймін. Біздің конкуренттер де қарап кету керек жайлап. Компьютер көп ашық тұрғаннан кейін жақсы болды да, автоматтар өз сразу ақша келе береді. Андай автоматтың бар ғой, бір 10 шақтысын қойып тастасаң $1000 да сразу $1,500 келіп тұрады. И бізге смело еще бизнесті жалғастыра беруге болады. Мен ойлаймын, негізі ертең компьютер клубтан чисто автоматқа өтіп кетуге болады да. Автоматически автоматизация да. Оған көп ақша кетпейді ғой. Мына неге қарағанда. Компьютерлерге мысалға біреу келіп жарып кетсе, тұрғызу қиын да, бір-бірден келіп. Так, мына екеуіне, запросы, подтвердить. Так, нормально. Мынау 3 сағат, мынау 9-да $1. Так, мына жердің бәрін жинайтын адам керек бізге. Давай сотрудник қарайық пока что. Енді мына жерге де не істеу керек қой, $2000 керек та, бірақ оған. Пока что бізге сотрудник керек. Так, очаровывать покупатели своей манящей красоты и в качестве дополнительного. Болды, заказ дейді. Бұл бізге ақша алып келетін сияқты. Сондықтан заказ қабылдадым. Так, алдым ба адам? Все, алынды. Міне бір адам алынды. Так, енді бізге мына жерді жуатын. Блюдо. Тамақ пісіретін адам керек. Оны да алдым, жақсы. Енді тазалайтын адам алайын ба? Пока керек емес па? Пока өзім тазалай берейін, жақсы ештеңім кетпейді. 30 минут отырып отырған, всего лишь. Компьютерге отырып ғой да. Жақсы компьютерді қосып жіберейін мынаған. Достар, нормально кетіп жатыр. Тв. Шүкір, достар. Шүкір, жұмыс жүріп жатыр. Өте жақсы.
тамаққа заказ берсеңіздер болады, айтпақшы ұмытып кетіппін ғой, айтайын мен да. Объявление жасайын, есік алдына реклама ілерілу керек. Мына біздің неміз уже что-то жұмысын дұрыс жасамай жүр, маған қатты ұнап жатқан жоқ. Сол үшін не қыламыз? Сотрудниктерді тағы бір қарап жүрейікші. Так, сотрудники. Прокат, мынау жоқ бізде, мынау жоқ. Бізде тек екі услуга жоқ қой қазір. Мынаны алайын десем, пока керек емес сияқты ол. Оны жаратындай да адам жоқ сияқты да, как будто. Так, аха. Так, достар, енді сотрудникті көрдік. Бізге аяққа сотрудник алу керек. Жайлап ішін ремонтын бастай беру керек та, мына жердің бәрін біз ертең гүлдендіреміз. Мына айналаның барлығын. Әдем, қайда қаштың ал, қайда қаштың ал. Ал. Ой, ренжиді ғой. Так, управляющий делами. Мынаған ақша жетпейді екен. Мына кішкене заттар алу керек қой енді. Кафешка ғой да бұл, қателеспесем. Так, игровой кабинанан алып алайық мынаяқтан. Мынаны сразу дамытып деген ғой. Опа, бірдеме бар. Заказы дейді. Битик. И битик. Қазір, родной. Қайда қаштың ал? Тебе ал, болыстан босқа. Кеттің, ұштың, әкел ақшан. $540 бермей қалам да ойладың ба? Әрине бересің, қайда ұрысың, родной. Үк! Спайт қой. Адамдар ұйықтап отыр мына жерде, прикиньте. Серьезно? Но типа VIP кафе ма? Ішін бәріне ремонт жасауға болмай ма? Қаттын алатқан жоқ, $31 ақ көріп отыр. Жақсы, пока жинала берсін. Так, пол алынды ма? Так, еще пока чистовой болды. Ма, не отыр. Так. Қайқайт қоғам білейін балдар тыстап. Так. Қанша теңге жиналды екен? $181 дейді, нормально. Мына жерде уже туалет қою керек, болмайды мынау. Так, битек енді. 1300 дейді. 1300 жинап алайық та, содан кейін ана жерге туалет қойық, не болса да. Туалет, одан кейін лестница. Мына ішін деген біраз кеңейтіп соғылады екен. Предметті мынау 1000. Аха, мой кафе. Так, мына жерде біраз зат істеуге болады, достар. Так, предметы, раскраска, жарды. Мынандайға ойып шығармыз $200. Игровой цвет, да, бір? Я. Вот что надо было изначально делать. Вот игровой камнар. Мынаны алып қойық бүйтіп. Анаяқтан ақшаны алып кетейін, сонымен жетеді. Екі жерден уже айдап жатыр қой. Ту! Бәлек қорлар. Ходячий бәрін келді, бүлдір жүрді алып. Ақшалайын деп отырайын. Мынаяқтан $467. Короче, мына жерде бір ремонтта болуым керек болып тұр ғой. Басқа жасайтын жер жоқ па бізден басқа? Шықшы, пожалуйста. Мыналар не болып кетті біздің іште, что-то біздің ішіне. Мен әлі не ашқан жоқпын, ағайын. Мен әлі фитнес-клуб ашқан жоқпын, так что мына бизнесті нормальный доход алып келеді деп ойламаппын. Бірақ өте жақсы доход алып келіп жатыр, уже $400-500 алып келіп жатыр ғой, бізде $1500 бар да. Так, значит, бізде барлығы жақсы болып жатыр, достар, сондықтан лайк басыңыздар. Сіздердің қолдауларыңызбен біздің видеомыз жалғаса береді міндетті түрде. Мыналар әлі біздің конкуренттер ғой. Біздің ардан мықты болып бастап жатыр ғой уже. Бұлар уже жабыру алынды ма? Бүйтіп ала береді екенсің ғой. Керемет, достар. Мынау типа VIP. Опа, түсіндім, достар. Түсіндім мен. Мынаяқтан жақсы ақша түседі, онда біз толтырып аламыз ананың ішін. Қосып сөндіріп кереміз ананың ішіне уже не алып аламыз сразу. Кондер келсін қазір, главное. Кондер қондырып қойық. Заказым берсін. Нормально кондер қондырып аламыз, ана жерде әдемі қылып аламыз. Пол әдемі, мынаяқ тап-таза уже. Мынаяққа в принципе барлығы келіп тұр ғой, керек адамдар. Олардың бәрі арзан түрлері ғой. Қымбатын алу керек. Сонда ғана мощный болады да. Так,
тетка былай тұршы, пожалуйста. Так, қаншалық көріп жатыр мына $27 дейді. Не болды, свет сөніп қалды ма? Жақсы, мына жерде бүйтейікші. Мына қосып алайық. Сондықтан менің ойымша, так, біз енді мынаны қосып қазір ананың ішінде 3-ші уровеньге жеткізіп әдемі қылып тастаймыз. Сонымен четко болады мына жер. Екінші этаж пока жасамайтын шығармыз. Екінші этажға смысл жоқ сияқты. Мен компьютерный столымды қарайыншы. Қазір қарайыншы, іште температура қанша. Ход. Жақсы ғой, олар автоматически. Так, біздің компьютерный столымыз бар, қандай болып тұр? Компьютерный столымыз уже әдемі. Енді компьютеріміз жаңартып тастайық. Мыш. Қымбат екен енді базар мыш. Так, мой кафе. 400, 250. Мышша. Мыште бағасы базар жоқ. Хорошо. Бәсе, өзімізге де осындай қымбат компьютер алатын шығамыз, болды ғой. Диск алып салуға болады да. Мен қазір диск сатып алып келемін, мына қор. Мынақты ақша алайын. На каютаны енді қымбатқа не істейік. Управление, 900. Бәрі 999 болды то. Бар, диск сатып алып келейін пока. Диск салайық ішіне, бәрін қосып қойық, четко қылып. Ертең маған бәрін сатып аламыз айналадағы. Қазір ұйықтап қалатын сияқтымын қайттан. Клубта не болып жатыр осы? Клубқа баруға болады келесі жолы. Не сатады екен ішіне? Бізге керек деп жоқ ол. Қой кеттік. Не болса да дискіні орнына қойып, диск салып көрейік компьютерге. Біздің компьютерімізге. Ту, мынау кетті ал ұйықтап. Дискін жоғалта алмаш тек. Пожалуйста, осы жерін тұршы. Бір жақсылығың болсын. Конечно, тұрмайсың сен. Өй, мә! Пәссі мілі, мынау өсіп кетті уже. Өй! Өй! Жұмысқа кетіп қалған дейсің мынау? Жақсы от, үйде адам болмаса бүйтіпті. Ой, құрсын, не заданиеге кетіп қалды бұлардың бәрі? Не жұмысқа кетіп қалды? Түсінбей ме? Үйде жоқ ешкім. Үйімізді үлкейтуіміз керек сияқты еді, бір ешкім келмей ме екен? В принципе, нормально. Главное, әйтеуір бәрі жүріп тұр, жұмыс жүріп жатыр. Ешкім әңгіме жоқ сияқты, в принципе. Да? Значит, бізде жұмыс жүріп жатыр. Мынаның ішінде ремонт жоқ әлі. Қалдау деп қоямын мен негізі. Дискін салайық бар. Не істеп отыр мынау? Please help. Ей! Қайт! Жынды ма мынау? Қайт! Болды. Өй! Жасама деймін жұмыс жынды ма мынау? Қақта жұмыс жасап отыр? Нормально ақштап отыр ғой? Батяң. Вообще түсініп атқан жоқ мен. Батясы нормально ақштап отыр. Несін қиналатын? Хорошо. Бұл да еңбектенейін деген шығар енді. Еңбектенейін десе ешкімге қарсылығымыз жоқ. Бірақ енді олай емес. Так, компьютерге жаңа нені салайық, дискін сонымен. Так. От стула к экрану все на высшем уровне. Бәсе осылай шығар. Заказы. Қазір. Мыш емес, клавиатураны ауыстырайық. Мыш ауыстырайық. Болды, бәрін істедік. Мықтысынан. Компьютерімізді полностью ауыстырып болдық. Ол жақсы. Значит, біз де әдемі жерде отырамыз уже. Мне нужен компактный диск. Что, пустой компактный диск? Ал, пустой компактный диск не вот. Так, мынау емес.
Есік не үшін сатып алдым сонда? Spooky. Динамик не найден. Так, түсінбедім. Хорошо, мына жақтан қанша түсті көрейікші. Уже 788, ол да жаман емес. Так, мына жаққа алатын заттар бар әлі. Достар, мына жаққа енді есік қондырып кетейік, хотя бы. Сонымен біздің жасаған жұмысымыз біраз ойын деп тұр. Май кафе. Обновить. Мына жерде емес, пока екіншісі жасамай қойға. Мына жерге есік алайық одан да. Освежитель воздуха алайық. Да, ең керек. Амашық па, но? Освежитель воздуханың дауысы екен, шошып кеттім. Так, біраз зат жасап алсақ болады екен ол біз. Ту, мына жерде де бір бітпейтін заттай не болды соншалықты. Свет сөнді. Так, қалай достар, в принципе. Әдем сияқты уже деген кәдімгідей жүріп жатыр. Шүкір уже. Адамдар кіріп шығып жатыр. Жұмыс жүріп жатқандай болып тұр. Келсін адамдар енді. Қараңыздаршы, 5, 3 автомат, 4 автомат, 2 компьютермен қандай жұмыс жүріп жатыр қазір. Мықты компьютерлер қою керек та, мықты. Сонда жұмыс жақсы жүреді. Решил ехать постоянно. Так, компьютер заряжен вирусами. Так, антивирусымыз қайда біздің сонда? Бәрін тазалап тұру керексің де өзің. Соншы жаман. Жалғыз өзің жасайтын. Так, не алуымыз керек біз басқа? Туалет. Бізде қандай туалеттер? Туалеттер дұрыстай қойған құрсын. Жидкое мыло. Шилка для рук. Писсуар аламыз қазір. Кетті ғой мынау. Жақсы. Ұнамаса. Қойың бақ, қой шойының қойың бақ. Қазір тұрасың. Бір теуіп құлатады, бостан босқа кеттің. Бауырым. Сайттың, бостан босқа кеттің дедім бауырым. Так. На, енді кухнялар жасармыз. Туалет әдемі болып тұрса, пока что, да? Туалетіміз әдемі болсын. Вот, и... жоқ. Әдемі болмайды екен. Оказывается, мен әдемі болат жарсам, тағы бір үйден сатып алып бұзық. Адам көп құсап, как будто іште адам семей атқан құсап. Қаяқтағы не? Не қаяқтар сап тұр? Освежитель воздуха маяқта ма? Ноп, новый екен әңгіш. Аха. Жасадық. Бәрі бар, в принципе, да? Жақсы, әдемі болып тұр. Жаман емес. Маған ұнайды өзіме. Так, енді не аламыз? Кофемашина, олар қазір емес. Так, басқа не бар бізде? Старые колонки, дәл қазір керемес заттар сияқты. Основной светодиоды. Может, осыны алып алармыз светодиодыды. Мыңға и содан кейін көреміз. Светодиод алайық. Көрейік қалай болатын. Так, опа, светодиодты қостым. Бірақ маған мынандай свет емес, сары свет емес, жасыл свет керек. Опа, все, жасыл цвет, светодиод. Қалай болды? Ё-майё дейтін ғой мынау. Ё-майё деп тұр ғой мынау деген. Так, біз вирусты қарап жүрейік, достар. Вирус жағы не болып жатыр? Мың 200-ге көбейіп кетті мынау, е. Өздер ақша ала алмай ма? Так, светодиодты алдық. Раскраска пола, предметты. Тележка для хот-дога дейді. Так, запросы. Ага. Мой кафе. От стола к экрану. Все на высшем уровне. Бәсе. Солай шар уже. Вирусты қарап жүрейік. Вирус сканер. Завершено. Купить. Ага, нормально.
Так, MyCafe, 3W. Ананы алайық, тележка для худов керек па енді бізге? Веселое место деп дизлайк басып кеткен, не дейді? Не үшін түсінбедім. Так, мынау керек емес. Старые колонки, не үшін керек? Детектор пожара, охранная сигнализация. Тостер, қазір керек заттар ма бізге? Жақсы, нормально, осының өзі. Екі кондер алу керек болсында. Мынаяқ нормально да, мынаяқысы, бірақ мынаяққа компьютердің қасы нормально болса болды ғой бізге. Так, значит, бізде уже екі жерде мықты-мықты нелер тұр. Үшеу ғой бізде. Достар, сіздерге видео ұнады деп ойдам. Егер де видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, арнаға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер. Келесі жүздескенше, келесі бөлімде күтемін сіздерді. Давайте.